Бүгінгі тақырыбымыз жамбас сүйегі, яғни ос коксы. Oh my! Бұл суретте бізде көрсетілген жамбас сүйегінің бір бөлігі, яғни жамбас сүйегі бізде жұп сүйек болып есептелінеді. Осы жамбас сүйегінің бір-бірінен 8 көзбен бірігуі нәтижесінде бізде жамбас астауы құралады. Бұл жамбас сүйегі 17-18 жасқа дейін адамдарда шеміршек түрінде қалыптаса бастайды, әртүрлі сүйектермен бірігіп. Кейіннен 17-18 жастан асқаннан кейін адамдарда бұл сүйек ткандерін, яғни сүйек ұлпаларына алмаса бастап, жамбас сүйекке, нағыз сүйекке айнала бастайды. Бұл суретте көріп отырғандарыңыздай жамбас сүйекте 3 сүйектен 4 сызықтан, 4 қылқан және 2 беті, 2 ернеу, 4 тармағынан, сондай-ақ кейбір шұңқырлардан құралады. Енді осы жамбас сүйегінің осы әр сүйек сызық қылқандарымен толығырақ танысып болыңыздар. Мысалға, мына суретті алатын болсақ, бұл бізде қызыл түспен белгіленген жамбас сүйегінде бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде бұл жамбас сүйектері, яғни жоғарғы бөлігінде ос илиум, алдыңғы бөлігінде ос пубис, шат сүйегі және төменгі бөлігінде ос исхи, шонданай сүйегі. Бұл үшеуі жамбас сүйегіндегі негізгі сүйектер болып, осы жамбастың негізгі бөлігін құраушылар болып есептелінеді. Одан кейін жамбастың жоғарғы бөлігінде бұл ала осис исхи деп аталынады, яғни қанаты, жамбас сүйегінің қанаты деп есептелінеді. Осы жерде 4 түрлі сызықтар бар. Бұл сызықтар бізде біріншісі линея глуэта антериор. Яғни мына 4-ші сызықпен тұрған линея глуэта антериор, одан кейінгі постериор, линея глуэта постериор, линея глуэта инфериор, және мына жерде сызық бар, мына жасыл сызық, бұл бізде линея глуэта интермедиа деп аталынады. Яғни мына бөлікті екіге ортасынан бөліп жатқандықтан ортаңғы сызық болып есептелінеді. Сондай-ақ бұл жерде өзіндік ернеулер бар жамбас сүйегінде. Ол ернеулер сыртқы және ішкі ернеу болып екі ернеуден тұрады. Ол ішкі ернеу бұл бізде мынау сыртқы ернеу, лабиум экстернум, және осының артқы бөлігінде, жамбас сүйегінің артында екінші ернеуі, яғни лабиум интернум орналасқан. Ал бізде жамбас сүйегінде сондай-ақ қылқандар бар. Ол қылқандардың саны бізде 5. Олар спина илиака постериор superior, спина илиака постериор inferior, және спина илиака anterior superior, және спина илиака anterior inferior, және 5-шісі бұл бізде спина исхиадика деп аталынады. Енді оларды суреттен қараңыздар. Мына көк түспен белгіленген, бұл бізде спина илиака постериор superior, яғни жоғарғы артқы қылқандық өсінді, жамбастың қылқаны. Ал мынау бізде артқы жоғарғы төменгі қылқаны. Бұл бізде алдыңғы жоғарғы қылқан, алдыңғы төменгі қылқан, және ең соңғы 5-шісі мына жерде орналасқан, бұл бізде спина исхиадика. Және де сондай-ақ бұл жамбас сүйегінде 2 беті бар. Олар фацис клуата және фацис луната. Бұл фацис луната жарты ай тәрізді беті, яғни ол бізде мына бір бөлікте орналасқан, ортасында міне айға ұқсас бөлімі. Ал фацис клуата бұл мына бөлікте ала бөлігі, яғни қанатында, жамбас сүйегінің қанатты бөлігінде орналасқан. Мына бөлік бізде қанаты деп аталынады жамбас сүйектің. Сондай-ақ бұл жерде өзіндік тармақтары бар. Ол тармақтары 4 тармақтан тұрады. Ramus superior ossis pubis, ramus inferior os pubis, ramus ossis ischia және ramus ischia pubicus деп аталынады. Олар суретте көрсетілгендей, мына сары түстегілер, біріншісі бұл сары түстің барлығы емес, мына екеуі. Бұл бізде ramus superior os pubis пен ramus inferior os pubis. Екеуі. Ал бізде 18-ші, бұл бізде ramus ossis ischia, мына бөлігі. Шонданай сүйегінің тармағы. Ал мынау ramus ischia pubicus. Келесі 4-ші тармақ. Енді бұл бізде жамбас сүйегінің қосымша бөліктері, яғни қосымша дегенде жалғыздан, бір-біреуден ғана. Енді бұлар біріншісі бізде бұл фосса ацетобули. Бұның барлығы жамбас сүйегінің алдынан қарағанда көрінісі алдыңғы беті болып табылады. Фосса ацетобули.
міне бұл жерде шұңқырша, фосса ацетобули. Одан кейін форамен обтураториум, мына жердегі тесік, бұл бізде форамен обтураториум деп аталынады. Одан кейін келесі бұл бізде сары түспен белгіленген инцизура ацетобули және инцизура майор, инцизура минор тіліктер, яғни 3 тілігі бар. Мынау инцизура майор, мынау инцизура минор. Бұлардың барлығы біздегі жаңағы жамбас сүйегіндегі тіліктер болып есептеледі. Ал мынау бізде инцизура ацетобули. Яғни фосса ацетобулидің астында инцизура ацетобули бар. Келесі бұл бізде жамбас сүйегінің артқы бөлігінен қарағандағы көрінісі. Мынау жаңағы алдыңғы суретте айтқандай, жамбас сүйегінің ернеуі, ішкі ернеуі лабиум интернум деп аталынады. Одан кейін артқы бетінде де дәл алдыңғы бетіндегідей бөліктерден тұрады. Бұл жерде ерекшелігі фосса илиака артқы бөлігінде шұңқырша, яғни мықындық шұңқырша көрінген, күлгін түспен көрсетілген, қызғылт түспен көрсетілген. Бұл бізде фосса илиака деп аталынады. Және бұл жерде беті бар фациус аурикулярис осис или. Міне мына бөлігі, бұл бізде фациус аурикулярис осис или, яғни мұқын сүйегінің буындық беті. Жаңағы мынау тілік, бұл бізде инцизура майор, инцизура минор болды. Және бұл бөліктері, бірінші, екінші, үшінші, төртінші бөліктер, бұл бізде бірінші бөлігін алдыңғы суретте көрсеттік. Міне бұл форамен обтураториум болса, яғни бөлік дегенде бұл жеке-жеке қайталанбайтын, мысалғы тармақтар 4 болды, 3 сүйектен тұрды, ал бұлар тек қана бір-біреуден ғана кездеседі. Бұл бізде екінші номердегі эминенция ила пубика деп аталады. Эминенция ила пубика. Ал үшінші бұл бізде пестен осис пубис. Мына жердегі бөлік, сарымен. Одан кейін төртіншісі бұл бізде криста илиака, яғни қыры, мұқын сүйегінің қыры. Мына бір бөлік. Бұл бізде мұқын сүйегінің қыры деп аталынады. Және де ең соңғы, мына жерде сары түспен белгіленген, бұл фациус симфизиалис деп аталынады. Ортан жілік ос фемор. Ортан жілік адам қаңқасын құраушы сүйектерінің ішіндегі ең ұзын, ең жуан түтік тәрізді сүйек болып табылады. Бұның ортан жіліктің негізінен басында орналасқан шар тәрізді өсіндісі, бұл шар тәрізді буындық беті жамбас сүйегінің ойығымен беттесіп, жамбастың буынын құрауға қатысады, яғни артикуляцио коксеяны құрайды. Бұл негізінен жамбас бөлігіне, жамбас буынына кіріп тұрады мынау бөлігі. Соның нәтижесінде жамбас буыны құралады. Енді сіздермен осы ортан жіліктің құрылысымен толық танысақ, жеке-жеке бөліктермен. Бұл жерде ортан жіліктің өзі де басынан, мойнынан, денесінен тұрады, және де айдаршықтарынан, ең төменгі бөлімде айдаршықтарынан құралған. Бұл бізде бірінші суреттегі, ең бірінші тұрған, бұл бізде капут осис феморис, яғни ортан жіліктің басы болып есептеледі. Екіншісі бұл бізде мойны, колум осис феморис. Одан кейінгі бұл бізде мына жердегі бөлік трохантер майор. Одан кейін сызықтар, трохантердің линея интертрохантериха деп аталады, және мына жердегі кішкентай бөлімі бұл бізде трохантер минор. Трохантер деп отырғанымыз бұл ұршық. Сондай-ақ фемористе екі беті бар, фациус антериор және фациус пателларис. Фациус антериор алдыңғы беті, мына бөлік. Бұл бізде фациус антериор деп аталады, және де фациус пателларис бұл бізде жаңағы тізелік тобықтық беті болып есептеледі. Мына бір бөлік астыңғы жағында, мына шұңқыршаның астыңғы беті. Одан кейінгі фовея капитис осис феморис, яғни басындағы шұңқырша бар. Мына бір бөліктен басы болса, осы басының жоғарғы бөлігінде шұңқырша бар. Одан кейінгісі келесі бұл бізде медиалды және де латералды жақтары бар. Эпикондилус медиалис, ал мына жақ бізде эпикондилус латералис, кондилус медиалис және кондилус латералис.
яғни медиалды айдаршық және латералды айдаршықтардан тұрады. Ал эпикондилус деп отырғанымыз бұл айдаршық үсті. Яғни айдаршық үсті медиалды бет, медиалды айдаршық үсті, мынау латералды айдаршық үсті. Бұл бізде ос фемордың артынан қарағандағы көрінісі. Артынан қараған кезде бұл жерде орталық жаңағы ортаңғы ұршық қыры бар. Яғни криста интертрохантерика. Мынау күлгін түспен көрсетілген. Бұл бізде криста интертрохантерика деп аталынады. Одан кейін лабиум медиалис. Лабиум медиалис, ал мына жағы лабиум латералис. Яғни медиалды ернеу және латералды ернеу. Мына төмпешік бұл бізде туберкулум аддукториум. Келесі бұл фацис поплитея. Алдыңғы бетінде екі бетте болса, артқы жағында тек бір беті бар. Сонда жалпы алғанда ортан жілікте 3 беттен тұрады. Фацис поплитея, фацис пателларис және фацис антериор. Одан кейін фосса интеркондилярис. Міне, мына жер бөлікте бұл бізде фосса интеркондилярис деп аталынады. Яғни айдаршық аралық шұңқыр. Сонымен ортан жілікте жалпы санайтын болсақ, бізде 2 шұңқыр бар. Ол бастапқы бөлігіне, яғни басындағы фовея капитис осис феморис және де төменгі бөлігіндегі айдаршық астында, айдаршық үстінде фосса интеркондилярис, яғни айдаршық аралық. Мына жер бізде екеуі айдаршық латералды және медиалды айдаршық болса, осы екі латералды медиалды екеуінің арасында фосса интеркондилярис орналасқан, яғни шұңқырша. Келесі ортан жіліктен кейінгі сүйекті аяқ сүйектерін құраушы бұл бізде сирақ сүйектері. Сирақ сүйектерінің өзі 2 бөліктен тұрады. Тибия, яғни асықты жілік және фибула кіші жіліктен тұрады. Мынау бірінші бұл біздегі асықты жілік, яғни тибия. Ал мынау екіншісі бұл бізде фибула, яғни кіші жілік. Мына беті бұл бізде медиалды беті, ал мына жақ беті латералды беті болып есептелінеді. Сонымен құрылысына тоқталатын болсақ, асықты жіліктің бұл да жаңағы ортан жілік сияқты медиалды және латералды айдаршықтан тұрады. Мына бөлік бізде медиалды айдаршық, ал мына жақ бізде латералды айдаршық. Сонымен қатар марго антериор және марго интероссус бар. Марго интероссус бұл сүйек аралық жиек, мына бір бөлікте орналасқан. Бұл бізге көзге жөнді көрінбейді, ал мына ортасындағы жиек бұл жасыл түстегі бізде марго антериор болып табылады. Сондай-ақ мына екі беті фацис латералис және фацис медиалис беті. Сонымен қатар медиалды толарсақ пен латералды толарсақ бар. Толарсақ бұл бізде латынша маллелоус деп аталынады. Маллелоус міне бізде медиалды маллелоус, ал мына бізде латералды маллелоус, яғни толарсақтар. Бұл біздегі сирақ сүйегінің құрылысы болды. Сирақ сүйектің өзі сонымен жалпы қорытындылай келгенде асықты және кіші жіліктен тұратынын білдік. Келесі ортан жілік, асықты кіші жіліктен кейінгі бұл біздегі келесі аяқ сүйектері, яғни оссопедис. Аяқ сүйегі 3 сүйектен құралған. Олар оссотарсус тілерсек және табан сүйегі оссометатарсус және башпай сүйектері оссодигиториумнан құралған. Осы 3 сүйектің негізіне аяқ сүйегі оссопедис құралады. Соның ішінде тілерсектің өзі 5 сүйектен тұрады. Олар асықты, өкше сүйегі, қайықша тәрізді, текше тәрізді және сына тәрізді сүйектерден құралған. Келестен құрылыстармен таныс болайық. Бұл бізде ең бірінші қызыл түспен белгіленген осталус. Осталус бұл негізінен жаңағы асықты жілікпен байланысып, яғни будандасып жатады. Мынау бізде кіші жілік фибула болса, мынау асықты жілік бізде тибия, осылармен байланысып жататын бұл бізде талус асықты сүйек. Яғни бұның атауына да сай, мына екеуін, яғни асықты жілікпен байланысатын, ол асықты сүйек деп есте сақтап қалуымызға болады. Келесісі бізде ос навикуляри, яғни қайықша тәрізді сүйек. Қайықша сүйегі бұл тілерсектің алдыңғы медиалды бөлімінде орналасқан. Одан кейінгі келесісі ос калканеум. Бұл біздегі өкше сүйегі. Өкше сүйегі бұл ең ірі сүйек болып есептелінеді осы тілерсектегі. Ол мына бізде қызғылт сарымен белгіленген бөлігі ос калканеум, яғни бұл тіреуіш қызметін атқарады десек те болады. Аяқтағы ең негізгі, ең ірі сүйектің бірі. Одан кейін келесісі бұл бізде ос кубоидеум. Ос кубоидеум, яғни текше тәрізді сүйек, құрылысы текшеге ұқсас болғандықтан
солай аталынған. Және де ең соңғысы бұл бізде ос кунейформа, яғни сына тәрізді сүйек. Құрылысы сынаға ұқсас болғандықтан сына тәрізді сүйек деп аталынған. Бұл сына тәрізді сүйектің өзі 3 түрлі бөліктен тұрады. Яғни ос кунейформ медиале, ос кунейформ интермедиум, ос кунейформ латерале. Яғни латеральды сына тәрізді, медиалды және ортаңғы сына тәрізді сүйектерден тұрады. Бұл сына тәрізді сүйек артынан қайықша тәрізді сүйек және алдынан бірінші, үшінші табан сүйектерінің беттесіп орналасқан. Ал ос кубоидеум болса, бұл ос кунейформ латеральның бүйір қапталында орналасқан. Міне. Біз бұл сүйектердің құрылысымен толықтай таныс болдық. Енді оса метатарси. Табан сүйектермен танысатын болсақ, бұл бізде табан сүйектердің денесі, негізі және басы болады. Бірінші деп белгіленген, бұл бізде мына қызғылт сары түстегі мына бірінші бөлімі, бұл бізде корпус оса метатарси. Яғни жаңағы табан сүйектерінің денесі. Одан кейін екінші мына ұзын бөліктері қызғылт түспен белгіленген. Бұл жер бізде базис оса метатарси, яғни негізі, табан сүйектерінің негізі. Және үшіншісі мына көк түстермен белгіленген, бұл бізде капут оса метатарси, яғни табан сүйектерінің басы болып есептеледі. Осы 3 бөліктен құралған бұл бізде оса метатарси табан сүйектер. Және ең соңғысы бұл бізде аяқ сүйегін құраушылар оса дигиториум. Оса дигиториум 2 бөліктен тұрады. Ал башпайында 2 бөліктен, яғни фаланкс проксималис және фаланкс дисталис бөлімнен тұрса, ал башпайдан кейінгі қалған сүйектерде ол 3 бөліктен тұрады, яғни фаланкс медиа бөлігі қосылады. Жасыл түспен көрсетілген бұл бізде фаланкс проксималис, ал мынау сары түспен көрсетілген фаланкс медиа және ең соңғысы бұл бізде фаланкс дисталис. Бұны біз саусақтарымызға қарасақ та арнайы сызықтармен бөлініп көрсетілген. Саусақтар жиналған кезде сызықтар бар. Соның нәтижесінде, яғни көруімізге болады, проксималды, дисталды және ортаңғы медиалды бөліктерінен тұратынын аңғаруымызға болады. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда аяқ сүйектерін айтып өттік. Аяқ сүйектерінің жамбас сүйегінен бастап, яғни будандасуынан бастап, тоқпан жіліктің жамбас сүйегіне будандасып орналасуынан бастап, аяқ сүйектерінің башпайларына дейінгі бөлікті толығымен аяқ сүйектерінің құрылысымен танысып шықтық.